Төл арнада жаңа күн бағдарламасы тікелей эфирдегі хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінде кәсіппен айналысып, өз ісін дөңгелетуге құлық танытатындар жоқ емес, тіпті олардың қатарында студенттер де баршылық. Инновациялық идеясын одан әрі жетілдіріп, кәсіп ашып, дамытқысы келетін студенттер үшін былтырғы жылы облыстық кәсіпкерлер палатасы мен Мәншүк Мәметова атындағы педагогикалық колледж арасында әріптестік меморандумға қол қойылған болатын. Меморандум аясында студенттік бизнес-инкубаторды іске асыру мәселесі қолға алынған. Бұл бизнес-инкубатор негізінен студент жастардың инновациялық және кәсіпкерлік әлеуетін ашу мен дамытуды көздейді, яғни жастардың еңбек нарығында жылдам бейімделуіне септігін тигізеді. Осы орайда аталған жоба аясында аймағымызда қандай жұмыстар атқарылуда, кәсіп ашамын деген жастарға қандай жағдайлар жасалған? Осы сауалдардың жауабын қазір ғана төрімізге келіп жайғасқан мейманымыздан сұрап білсек. Таныс болыңыздар, облыстық кәсіпкерлер палатасы адами капиталды дамыту бөлімінің басшысы Жанна Асқақова. Тақырыпқа қатысты қояр сауалдарыңыз болса, тікелей эфирде төменде көрсетілген байланыс нөміріне хабарласыңыздар. Жанна Бақтықызы, қонақжайымызға қош келдіңіз. Енді осы жоба жаңа өзім айтып өткен, қашан жүзеге асырыла бастады? Қызылорда облысының кәсіпкерлер палатасының ықпалымен өткен жылы Мәншүк Мәметова атындағы Қызылорда гуманитарлық колледжінде осы Сыр өңіріндегі бірінші бизнес-инкубатор ашылған. Бұл бизнес-инкубатордың мақсаты студенттердің кәсіпкерлікке қызығушылығын арттыру, және де оларға қолдау көрсетіп, олардың бизнес-жобаларын, бизнес-идеяларына қолдау көрсету. Нақты айтатын болсақ, ол қалай жүзеге асырылады бизнес-инкубатордың жұмысы. Бизнес-инкубаторда студент теориялық және практикалық тұрғыдан кәсіпкерлік бойынша бір ай көлемінде теория оқытудан өтеді. Және сол оқыту кезінде өзінің бизнес-идеясын нақтылап, сол бизнес-идеясына егерде қолынан келіп атса да, бизнес жобасын әзірлейді, бизнес-план дейміз ғой. Сол бизнес жобасын әрі қарай арнайы комиссия қарастырып, үздік бизнес жобаға қолдау көрсету ретінде сол колледжден тегін бір офис ретінде орын бөлінеді, және де бүткіл кәсіпкерлер палатасының аясында көрсетілетін қызметтер тегін көрсетіліп, сол жас кәсіпкерді ары қарай өзінің бизнесін жасау үшін сол жерде колледждің ғимаратында отырып, бастапқы өзінің капиталын жинауға көмек көрсетіледі, қолдау көрсетіледі. Әрине, барлық бизнес жобаларға бұндай желуге ол келе бермейді. Бірақ демек, сонда да осы студенттерге колледж ғимаратында оқып жүріп, және де кәсіпкерлік тәжірибені жинақтау үшін бұл үлкен үлесін қосады деп ойлаймыз. Жалпы студенттер үшін бұл жоба қаншалықты тиімді? Студенттерге бұл жоба қаншалықты тиімді? Қазір ең басты мәселе қоғамымыздағы ол жұмыссыздық. Ертең, мысалы, осы колледжді бітірген түлек дипломын алады, жұмыс іздеуге шығады. Оның тәжірибесі жоқ. Ол қазір білесіздер, осы кризистік қиын жағдайларда көп жұмыс орындар босап жатыр. Әрине, осы еңбек нарығына қазір шығып атқан студент те, және де ол тәжірибе жинаған ол маман да бәрі бір еңбек нарығына түсіп отыр. Сонда жұмыс беруші бірінші кімді алады? Әрине, тәжірибесі бар дейсіз ғой. Дипломын қолына алған студентті ма, немесе тәжірибесі бар, бірақ сондай жағдайларға байланысты жұмысынан айырылып қалған маманды ма? Әрине, ол маманды алады. Тәжірибесі мол. Ол жұмысты, сол мамандықты ол біледі. Яғни бұл жоба студенттерге жұмыссыздықтың алдын алады. Студенттердің алдын ала сол жұмыссыздықтан айырылу жолдарын көрсету ретінде тек қана сол жұмыс берушіге ғана сеніп, тек жұмыс іздеумен ғана айналысу емес, өзінің жеке кәсібін ашып, ешкімге тәуелді болмай, өз нанын өзі табу үшін осы әр мамандығына сәйкес болсын. Мысалы, былтырғы оқу жылындағы біз комиссия болып, осы бизнес жобаларды қарастырдық. Сонда студенттер ол тек қана мамандығына сәйкес бизнес жобаларды жасап атқан жоқ. әртүрлі салаларға, әртүрлі осы Қызылорда өз қызығушылығына қатысты тұрғындарына қажетті
қажетті осындай қызметтерді ұсынып атқан жобалар өте көп болды. Енді осы атқарылған жұмыстар легіне тоқталып өтсеңіз, жоба жүзеге асырылғалы бері? Жоба жүзеге асырылғалы бері бізде былтырғы оқу жылында 25 студент оқып шықты, өздерінің бизнес жобаларын дайындады. Әрі қарай қазір енді сол кәсібін жүргізуге тағы да біз де ықпал көрсетіп атырмыз, және де оларға жол көрсетіп, тағы да қандай бизнес институттарға сиынып, қандай көмек алуға болатын, соның бәрін көрсетіп, бағдар беріп, ал әрі қарай жалғастыруда. Мына оқу жылында біз хабардар болып отырмыз. Кәсіпкерлерді қолдау орталығы даму қоры. Олар да осы бизнес инкубаторға көмек ретінде, олар да осы оқуменен айналысып, биылғы оқу жылында тағы да 25 студент осы оқуды бітіріп отыр. Әрі қарай енді осы барлық қызметтерді, тегін қызметтерді көрсетуге палата әрине дайын. Жас кәсіпкерлердің санын көбейтуге Қызылорда облысының біз әрдайым дайынбыз. Енді жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, 25 студентті арнайы оқытудан өткіздік деп. Қанша уақыт бұл оқытылады студенттер? Оқу 1 ай көлемінде. Теориялық білімдерді алу ол 1 ай көлемінде өтеді. Сол уақытта студент өзінің бизнес жобасын, бизнес идеясын нақтылау керек. Әрі қарай немен айналысам дегенде. Негізінен бұл жобаға кез келген студент қатыса алады ма, әлде бір арнайы талаптар қойылған ба? Жоқ, ешқандай арнайы талаптар жоқ. Ол осы колледждің студенті ғана болу керек. Ешқандай оның қай курста оқиды екен, қандай мамандықта оқиды екен деген ешқандай кедергілер жоқ. Тек қана сол студенттің өзінің ынтасы, өзінің талабы болу керек. Мен кәсіпкер боламын деген ең басында сондай идеясы болу керек. Көбіне осы студенттеріміз қандай идеялармен келіп жатыр? Яғни кез келген кәсіп түрін аша алады ғой демек олар? Әрине, кейбір бізде былтыр білесіздер, Атамекен стартап деген біз республикалық конкурстарға қатысып, осы өңірлік конкурсымызды өткізетін болатынбыз. Сонда осы Маншук Маметов атындағы Қызылорда гуманитарлық колледжінің студенттер тобы 2-ші орынға иеленген. Ол да себеп болған шығар осы студенттік бизнес инкубаторды неге осы колледжде ең бірінші болып ашылғаны. Сонда ол студенттер өзінің жобасын, өзінің мамандықтарына сәйкестендіріп жасаған тұғын. Олар логопедиялық орталық ашамыз деген. Содан кейін осы студенттік бизнес инкубатор ашылғаннан кейін сол оқудан бірінші сол топта өтті, сол студенттердің ішінде бар. Ал енді жаңағы айтқан байқауда қараған кезде бизнес жобаларды осы логопедиялық орталық ашу, осы қала тұрғындарына, әсіресе әйел қауымына көмек көрсету ретінде осындай қызметтер, үй жинау, балаға қарау дегенде. Немесе мысалы оқушы балдарға, бастауышта оқып атқан балдарға қосымша сабақтарды ұйымдастыру. Сондай сияқты өздерінің орталықтарын ашу дегенде әртүрлі. Және де қыздар, әсіресе дизайн мамандығында оқып атқан қыздардың көбісі осы әшекейлерді, бижутерияны жасауды, неше түрлі сондай өздерінің кәсіптерінің бизнес жобасын әзірлеген. Демек, осы жоба аясында өзінің кәсібін дөңгелетіп отырған студенттер бар ғой, бүгінгі күні осы колледжде? Кәсіпкер ретінде енді аяғына қалыптасып келе жатқан студенттер бар десек болады. Енді оларды кімдер қаржыландырады? Өздеріңіз сол палата тарапынан қаржыландырылады? Қазір біз палата, қалай айтсам екен, финанстық, коммерциялық ұйым емес. Біз тек қана қаржылық емес қызметтерді ғана көрсете аламыз кәсіпкерлерге. Сондықтан біз ешқандай ақша бөле алмаймыз. Бірақ осы бизнес жобаға сәйкес қай жерден қандай қаржы көзі бар, соған біз бағдар бере аламыз. Ал енді дуалды оқыту жүйесі де бар ғой бүгінгі күні. Осы бойынша сіздердің үлестеріңіз қандай? Жалпы қай оқу орындарымен келісімшартқа отырылған?
Біріншіден атап айту керек, осы дуальдық оқыту жүйесінің жол картасы біріншіден ол ұлттық кәсіпкерлер палатасының бастамасы. Әрине, бұл жол картасына біздің Қызылорда облысының да үлесі көп деп айта аламын. Себебі біздің облыс бойынша биылғы оқу жылында 39 кәсіпорын және 17 колледж кіріп отыр. Сол 17 колледж бойынша 19 мамандық, 21 біліктілік бойынша 659 студентіміз осы дуальдық оқыту жүйесіне сәйкес жасалған жұмыс оқу жоспарларымен оқып жатыр. Ал енді осы оқыту жүйесі бойынша оқып бүгінгі күні жұмыс істеп отырған студенттеріміз бар ма? Жоқ, жол картасы 2014 жылы 15 қазанда үкімет қаулысымен қабылданған. Өздеріңіз білесіздер, 9 сынып бітірген балдар бізде 2 жыл 10 ай орта есеппенен осындай 3 жылдай білім алады колледждерде. Сондықтан біздің ең бірінші енді қарлығаштарымыз, осы жол картасына сәйкес оқып шыққан студенттеріміз енді келесі алдағы оқу жылында бітіреді деп үміттенеміз. Ал одан кейін мынау мектептерде қолға алынған кәсіпкерлік негіздері жобалары да бар, осы білетініміз. Осы турасында айтып өтсеңіз. Бұл жоба бойынша айтатыным енді ол да Қазақстан Республикасы бойынша осы бізде Қызылорда облысында және де Қызылорда қаласында ең бірінші бастама болып шығып отқан жоба десек болады. Жастар жетістіктері деген осы Қызылорда облысында бізде қоғамдық қор бар. Осы қормен бірлесе отырып біз жастарды кәсіпкерлікке баулу жоспарымызды жасағанбыз. Осы орталықпенен бірге осы кәсіпкерлік негіздері пәнін әрине Қызылорда білім басқармасымен бірлесе отырып, ең бірінші пилотты жоба ретінде 9 мектеп гимназиясында бастадық. Қазір бұл гимназияда 5 және 5-10 сыныптар арасында осы факультативтік пән ретінде кәсіпкерлік негіздері өтіп жатыр. Бұл пәннің балдарға кәсіпкерлік негіздері жайлы білім беретін жалғыз пән ретінде балаларды тиімді экономикалық әдістерді қолдануды, қаржыны күнделікті үйдегі қолындағы өзінің қаржысын пайдалануды үйрететін жалғыз осы пән ғана болатындықтан. Бұл нешінші сыныптан бастап оқытылады? 5-ші сыныптан. Бұл пәннің маңызы өте зор деп ойлаймыз. Және де осы пән жайлы айтатын болсақ, қазір сол 9 мектеп гимназияның ішінде мектеп компаниясы ашылған. Атамекен деп аталады, біздің кәсіпкерлер палатасының атауымен бірдей. Осы компанияның ішінде балдар өздерінің тек қана 5-ші сыныптарда олар теориялық білім алатын болса, ары қарай жоғарылаған сайын өздерінің қолдарынан қандай бұйым жасау келеді. Соның бәрін есептерін жасап, бухгалтерлік есеп жасап, және де бұйым шығарып, ол бұйымдарды өздерінің мектеп ярмаркаларында сатып, және пайда көріп отқан компания ретінде айтуға болады. Және де ол компания қазір бізде осы мемлекетімізде де және сыртта да, сырт елде де өтіп атқан көптеген халықаралық конкурстарға қатысып, жүлделі орынға ие болып жүр. Түсінікті. Мына дуалды оқыту жүйесі тағы бір сұрап кетейін осы жайында. Бұл бойынша қандай мамандарды даярлайсыздар? Мысалы, техникалық па, кез келген сала бойынша ма? Жол картасы бойынша жалпы Қазақстан Республикасын алатын болсақ, 494 кәсіп орынға 10 мыңнан астам студент дайындалуда бүгінгі күні. Оның бәрі 11 экономикалық сала бойынша. Біздің Қызылорда облысын алатын болсақ, бізде 9 сала. Ең бастысы олар индустриалды инновациялық даму бағдарламасына сәйкес алынған салалар. Мысал келтірсек, ол энергетика, құрылыс,
көлік, геология, сондай сияқты салалар бойынша әртүрлі мамандықтарда студенттеріміз оқып жатыр. Сізге рахмет, алтын уақытыңызды бөліп, ортамыздан табылып, қызықты мәліметтермен бөліскеніңізге. Мына еңбектеріңіз жемісті болсын дейміз. Сау болыңыз.